ақш-тың батыс бағыттағы аумағы қалай кеңейді? Батыстық экспансия американдық ұлттық сана-сезімнің қалыптасуына қаншалықты әсер етті? Кез келген ұлттың өзіндік ерекшеліктері болады. Олар сол халықтың көпшілігіне тән сипаттар ретінде танылады. ақш-тың қалыптасуымен бірге, бұл елдің халқының да өзіндік дүниетанымы мен ұлттық сана-сезімі қалыптасты. Америкалық ұлттық сана-сезімнің қалыптасуына әсер еткен факторлар. Солтүстік Американың отарлануы. Солтүстік Американың отарлар халқының ортақ шаруашылық және экономикалық мүдделері. Солтүстік Американың Ұлыбританиядан тәуелсіздік үшін соғысы. ақш аумағының батысқа қарай кеңеюі. Жергілікті халықпен қарым-қатынастар ерекшеліктері. 19 ғасырдағы және кейінгі кезеңдердегі жаппай иммиграция. Айқын болашақ идеясы. Бұл теорияға сәйкес, ақш-тың батысқа қарай кеңеюі Құдайдың еркі деп есептелді. Америкалықтар өздерінің мәдениеті мен басқару жүйесін бүкіл Солтүстік Америкаға тарату керек деп сенді. Бұл идеяның нәтижесінде үндістердің жері тартып алынды, ал олардың халқы жойылып немесе басқа аймақтарға қуылды. ақш жаңа жерлерді қалай қосты? ақш-тың батысқа қарай кеңеюі бірнеше жолмен жүзеге асты. Жер сатып алу. ақш кейбір аумақтарды отар елдерден сатып алды. 1803 жылы Луизиана сатып алынды. Президент Томас Джефферсон Наполеон Бонапарттан $15 миллион Мексика шығанағынан Канадаға дейінгі үлкен аумақты сатып алды. Бұл келісімнен кейін ақш аумағы 2 есе ұлғайды. 1867 жылы Аляска сатып алынды. ақш Ресейден Алясканы $7,2 миллион сатып алды. Әскери күш қолдану. ақш кейбір жерлерді қарулы қақтығыстар арқылы басып алды. 1812-1814 жылдары ақш Англиядан Канаданы тартып алуға тырысты, бірақ соғыс нәтижесіз аяқталды. 1846-1848 жылдары ақш пен Мексика арасында соғыс болды. Соғыстың нәтижесінде ақш Техас, Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада, Юта және Колорадоның бір бөлігін өзіне қосып алды. Дипломатиялық қысым. 1819 жылы Испания Флориданы ақшқа беруге мәжбүр болды. 1846 жылы Орегон ақшқа қосылды. Моно доктринасы және ақштың сыртқы саясаты. 1823 жылы ақш президенті Джеймс Монро елдің сыртқы саясатын анықтайтын Монро доктринасын жариялады. Бұл құжатта ақш Еуропа мемлекеттерінің Америка ісіне араласуына жол бермейтінін мәлімдеді. Латын Америкасындағы жаңа тәуелсіз мемлекеттерді қорғау мақсатында америкалықтар үшін деген қағида бекітілді. ақш өзін батыс жарты шардағы тұрақтылықтың кепілі ретінде көрсетті. Бұл саясат ақштың оқшаулану саясатының негізін қалады. Кейін бұл доктрина ақштың Латын Америкасына бақылау орнатуына мүмкіндік берді. ақштың әлеуметтік-экономикалық дамуы. 19 ғасырдың бірінші жартысында ақшта екі түрлі экономикалық жүйе дамыды. Солтүстік пен оңтүстіктің айырмашылығы. Солтүстікте шағын және орта шаруашылықтар дамыды. Өнеркәсіп пен сауда дамыды. Жұмысшылар жалдамалы болды және 19 ғасырдың басында құлдық жойылды. Оңтүстікте мақта, қант, темекі өсірілді. Өндірісте құл еңбегі қолданылды. Плантаторлар құлдарды қанады. Құлдық сақталды. ақш өнеркәсібінің дамуы. Солтүстік пен батыста фермерлер үндістерден тартып алынған жерлерді игерді. ақшта каналдар, темір жолдар және фабрикалар салынды. Оңтүстікте мақта өндірісі кеңейіп, құл иеленушілік жүйе күшейді. 19 ғасырдағы америкалықтар мен үндістердің қарым-қатынастары. ақштың оңтүстік шығысында 5 өркениетті тайпа Чероки, Чикасо, Шокта, Крик және Семинолдар өмір сүрді. Бұл тайпалар американдықтардың өмір салтының көптеген элементтерін қабылдады. Өзіндік газеттерін шығара бастады. Кейбіреулері христиан дінін қабылдады. Фермерлікпен айналысты, үйлер мен мектептер салды. Алайда, олардың жерлері жаңа қоныстанушыларға қажет болды. Осы себепті үндістерді батысқа күштеп көшіру туралы талаптар күшейе түсті. 1829 жылы президенттік сайлауда үндістерді көшіру саясатын қолдаушы Эндрю Джексон жеңіске жетті.
Эндрю Джексон ақштың 7-ші президенті. 1830 жылы ол үндістерді көшіру туралы заңға қол қойды. Осы заңға сәйкес, үндістер Миссисипи өзенінің батысындағы бос жерлерге мәжбүрлі түрде қоныс аударылуы тиіс болды. Бұл көшіру тарихта көз жасы жолы деген атпен қалды. Көш барысында мыңдаған үндістер аштықтан, аурулардан және суықтан қаза тапты. 19 ғасырдың ортасында ақштағы ең маңызды саяси мәселе құлдықты жою болды. 1830 жылдардан бастап ақшта аболиционизм қозғалысы күшейді. Аболиционистер құл иелерінен қашқан қара нәсілділерге солтүстікке қашуға көмектесті. 1830-1861 жылдары жерасты темір жолы арқылы 60 мыңнан астам құл солтүстікке қашты. 1859 жылы фермер Джон Браун құлдыққа қарсы көтеріліс ұйымдастырды. Құл иеленушілік пен капитализмнің қақтығысы. Оңтүстік плантаторлары жаңа жерлерді жаулап алып, құл иеленушілік жүйені кеңейткісі келді. Солтүстік буржуазиясы құл еңбегін тиімсіз деп есептеді және оған қарсы шықты. Бұл қайшылықтар ақштағы азамат соғысына әкелді. 1861-1865 жылдары азамат соғысы кезінде солтүстік штаттардағы одақ армиясы құлдыққа қарсы соғысты күшейтті. 1863 жылы Авраам Линкольн құлдықты жою туралы жарлық жариялап, құларды азат етті. Авраам Линкольн ақштың 16-шы президенті. 1865 жылы ақш Конституциясының 13-ші түзетуі қабылданып, құлдық ресми түрде жойылды. ақштың екі партиялы жүйесінің қалыптасуы. ақштың саяси тарихында екі партиялы жүйе маңызды рөл атқарды. 19 ғасырдың басында елде федералистер мен демократиялық республикашылдар атты екі негізгі саяси партия болды. Бұл екі партияның арасындағы келіспеушіліктер барған сайын ушыға түсті. Демократиялық партияның құрылуы. Елдің оңтүстігінде плантаторлардың ықпалы зор болды. Олар ауыл шаруашылығына және құл еңбегіне негізделген экономика жүргізуді қолдады. Осы күштер 1828 жылы демократиялық партияны құрды. Бұл партия билікке келіп, шамамен 30 жыл бойы елді басқарды. Республикалық партияның құрылуы. Оңтүстікке қарсы күштер 1854 жылы Чикаго қаласында республикалық партияны құрды. Бұл партия құлдықты жоюды басты мақсат етті. Кедей шаруаларға жер таратып беруді қолдады. Солтүстіктегі өнеркәсіптік экономиканы дамытуға басымдық берді. Осылайша, 19 ғасырдың ортасына қарай ақшта екі негізгі саяси күш қалыптасты. Демократиялық партия құлдықты қолдап, оңтүстіктің мүддесін қорғады. Республикалық партия құлдыққа қарсы шығып, солтүстіктің мүддесін жақтады. Бұл саяси тартыс елдегі негізгі қайшылықтарды көрсетіп, 1861-1865 жылдардағы азамат соғысына себеп болды. Қазіргі таңда да ақшта екі партиялы жүйе сақталған, бірақ партиялардың идеологиялық ұстанымдары уақыт өте өзгерді. Сонымен, ақш аумағы 19 ғасырда 10 есе ұлғайды. Құл иеленушілік пен капитализмнің қарама-қайшылығы ақшты қақтығысқа келді. Монро доктринасы ақштың сыртқы саясатына үлкен әсер етті. Экономикалық даму қарқынды жүрді, бірақ солтүстік пен оңтүстіктің айырмашылықтары елді азаматтық соғысқа келді. Бұл кезең ақштың әлемдегі ең ірі державаға айналуына негіз салды.